Мына биылғы жылда аудандық облыстық байқауларға, сайыстарға біздің оқушылар пайдалана отырып, осындай ұл қыздарды өсіріп, тәрбиелеп, біздің қолымызға сенім білдіріп тапсырған ата-аналарына ұжым атынан үлкен алғысымды білдіремін. Осы сәтте сол біздің мақтаныштарымыз аудан көлемінде алған мақтау қағаздарын тапсыруға өздеріңізге белгілі осыдан біраз шамалы уақытта ақштың 8 универін жеңіп алған номер 9-шы Көлтоған жалпы орта мектебінің бітіруші оқушысын куәсі болдыңыздар. Ол біздің мынау Зейілбекова Жанерке қызымыз. Қазақстаннан өтіп, шет елдің дүркіретіп универінің грантын ұтып алған Жанерке қызымызды ортаға шақырамыз. Айналайын Жанерке, мына өзінің мектепте білім алып, өзінің білімділігін, ізденімпаздығын, ақылдылығын дәлелдей біліп, мынау ақштың 8 университетінің грантын жеңіп алып отыр. Өздеріңізге белгілі, биылғы жылда 18 жасқа толмаған соң бұл виза аламайтын жағдайы бар. Жанеркеге бар ақылымызды айттық, Құдай қаласа биылғы жылда да бос жіберместен, келесі жылда Құдай қаласа сол өзінің таңдаған мамандығы бойынша универдің стипендиясын төлейтін, барып келген шығынын төлеуге деген ниеті бар. Сол үшін бос жүрместен, биылғы жылды бос қалдырмасам, апай мен тағы да дайындығымды күшейтем деді. Енді ондай кезде біз мұғалімдер қарап отырмаймыз. Мұғалімдер атынан сол бір жылғы дайындығына ай-тест тестіне қатысуға, жолдамаға марапаттауға рұқсат етіңіздер. Енді бұл жолдаманы сертификатты тапсыру рәсімін мен мектебіміздің алдыңғы қатарлы ұстазы, абыройлы ұстазымыз, биылғы жылғы ауданның көлемінде барлық сайыстарға барып құр қайтпаған қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Орынбаева Бибігүл апайды берсе деген ниетім бар. Құдай қаласа Жанеркеге ақ жол тілейміз, жолы ашық болсын, не ниет етсе ниетіне жетсін. Жанеркенің жолы мынау біздің арқасында өсіп келе жатқан інілеріне, сіңілілеріне, яғни бауырларына жұғысты болсын деген ниетпен тапсырғалы отырмыз. Ал Жанерке құтты болсын. Мен де осы сәтті пайдаланып, осы Жанерке қызымызға тілегімді білдіріп кеткім келеді. Айналайын Жанерке, мына осындай талабыңменен, осындай кішкентай ғана ойыңменен осындай дәрежеге жетіп отырсың. Үлкен биіктерге, бұдан да биіктерге көріне бер. Не тілесең тілек, армандарың бәрі орындала берсін. Құтты болсын. Осы бүкіл елімізді жаңағы дұрыс түсіндірдің сен. Қазақстанды әлемге таныттың деп айтсам болады. Қай жерге, қай мектепке барса, қай ауданға, облысқа барсақ та, осы Келес ауданынан шыққан Зейілбекова Жанерке дегенде біз марқайып, мақтанып қаламыз. Үлкен рахмет, талабыңа нұр жаусын дегім келеді. Және осы сәтті пайдаланып, бүгінгі соңғы қоңырау кешімізбенен барша ұстаздарды, ата-аналарды құттықтаймын. Бітіруші түлектерге алдағы сынақтарда жаңа директор апайымыз айтып кетті. Үлкен жетістіктерге жете беріңдер. Кішкентай мектепке келген бүлдіршіндерге тілерім тек жолдарың ашық болсын дегім келеді. Бәріңде аман болыңдар, бақытты болыңдар. Жазғы демалыстарың жақсы өтсін. Ал Жанерке құтты болсын, жаным. Қошеметтеп тұрайық.